Киелі кітаптағы ұлы әңгіменің басында Құдай иенің әсем әлемді жаратып, оны барлық тіршілік иелеріне қолдануға бергені туралы баяндалған. Содан кейін жаратқан ие Адам мен Хауаны дүниеге өзінің атынан билік жүргізуге тағайындады. Бұл үшін жаратқан ие Адам мен Хауаға өзінің даналығы мен өмірінен қабылдауға мүмкіндік берді. Бірақ оларға бір ағаштың жемісінен жеуге тыйым салды. Өйткені егер олар содан жесе, өлетін болады. Сонымен адамдардың жаратқан иемен бірге қалай билік жүргізу керектігі жайлы таңдау болды. Бұл сынақ сияқты көрінеді. Өйткені бұл шын мәнінде сынақ болды ғой. Жаратқан иенің оларды сынаққа салғаны қатыгездік емес пе? Ойланып көрші, сынақтардың бәрі бірдей жаман емес. Мысалы, патша сені ерекше бір тапсырманы орындауға таңдады. Өйткені ол сенің қаншалықты сенімді екеніңді білгісі келеді делік. Иә, бұл сынақ. Бірақ расында ол маңызды да айрықша тапсырманы орындауға мүмкіндік береді. Иә, бірақ бұдан кейін патшаны да сені де жек көретін бүлікші шығады делік. Бүлікші сені патшаның тапсырмасын орындамасаң, саған жақсы болады деп сендіргісі келеді. Осылайша бүлікші тұзақ құрады. Иә, солай. Демек сынақ не мүмкіндік, не тұзақ болуы мүмкін. Сені сынаққа салған тұлға шынымен сенің мүддеңді ойлай ма, жоқ па? Айырмашылығы осыда. Түсінікті. Таураттың алғашқы тарауларында сынақтың екі түрі кездеседі. Жаратқан ие адамдарға тыйым салған ағаштың емес, мәңгілік өмір беретін ағаштың жемісін жеуге рұқсат берді. Иә, осылайша ол адамдардың адалдығын сынады. Жаратқан ие әлемге өзінің серіктестері ретінде адамдармен бірге билік жүргізгісі келді. Сол себепті адамдар өздерінің даналығынан гөрі оның даналығына сенім артулары керек болды. Алайда жылан кейпіндегі бір бүлікші келіп, оларды сол тыйым салынған ағаштың жемісін жеуге еліктірді. Иә, бүлікші жағдайды пайдаланып шындықты бұрмалады. Сөйтіп ол адамдарды жаратқан иенің қасынан қуылып, ақырында өлуге апаратын жолға түсіре алды. Демек, бүлікші сол сынақты тұзаққа айналдырды. Алайда адамдар күнә жасап мүлт кеткеннен кейін жаратқан ие оларға мынадай уәде берді. Бір күні сынақтан сүрінбей өтіп, жылан кейпіндегі бүлікшіні жеңетін адам келеді. Бұдан кейін оқиға әрі қарай жалғаса түседі. Жаратқан ие Ыбырайым мен Сара есімді ерлі зайыптыларға туған туысқандарын қалдырып, жаңа елге көшіп баруды тапсырды. Сол жерде жаратқан ие оларға өзіне сенім артуға мүмкіндік беріп, олардың үрім бұтағы арқылы барлық ұлттарға тағы да өзінің жарылқауын жеткізгісі келді. Ендеше бұл нағыз сынақ болды ғой. Алғашында бәрі жақсы болады, бірақ Ыбырайым көп ұзамай мүлт кетті. Ол өзін қорғау үшін өтірік айтты. Кейін Сара екеуі ұлды болу мақсатына өз бетінше жетуді көздеп, күңін пайдаланды. Олар әрине бұл сынақтан өте алмады. Әйтсе де, жаратқан ие Ыбырайымнан бас тартпай, оған тағы бір мүмкіндік берді. Бұл сынақта Ыбырайым өзінің адалдығын көрсете алды. Жаратқан ие Ыбырайымға бір тауға барып, сонда сүйікті ұлын құрбандыққа ұсынуды тапсырды. Бұдан қиын сынақты көз алмай елестете алмаймын. Ал Ыбырайым тапсырманы орындай бастады. Бірақ соңғы сәтте жаратқан иенің періштесі Ыбырайымды тоқтатты. Сөйтіп оған ұлының орнына құрбандыққа ұсынылатын бір қошқарды көрсетті. Ыбырайым осылай сынақтан сүрінбей өткеннен кейін жаратқан ие оған берген уәдесін оның әулеті арқылы орындайтынын айтты. Сонымен Ыбырайым бұл сынақтан өткенмен өзінің толық сенімді серіктес екенін дәлелдей алмады. Демек адамдар әлі де ең үлкен сынақтан сүрінбей өтетін біреудің келетінін күтулері керек болды. Иә, солай. Ыбырайымның әулеті өсіп өніп үлкен халыққа айналды, және жаратқан ие оларды талай рет сынақтан өткізді. Мысалы, израильдіктер 40 жыл бойы ен далада көшіп қонып жүргенде, жаратқан ие күнделікті нан сумен қамтамасыз ету үшін олардың оған сенім артуға көптеген мүмкіндіктері болды. Бірақ соның орнына олар жаратқан иеге шағымдана берді. Оны тіпті бізді өлтіру үшін айдалаға алып келді деп айыптады. Израиль халқының киелі кітапта баяндалған тарихы шамамен осы сияқты жалғаса береді. Израильдіктер жаратқан иеге және оның берген уәдесіне сенім артпады. Олар оған адал болмай, ақырында бүкіл халық мүлт кетті. Демек, адамдарда жаратқан иемен серіктес болудың керемет мүмкіндігі болса да, ешқайсысы бұған шынымен қабілетті болмай шықты. Содан бірталай уақыт өткенде Мәсіх Иса дүниеге келді. Исаның 40 күн 40 түн бойы айдалада ораза ұстағаны туралы баяндама бар. Иә, айдаладағы оқиға ғой. Сол жерде Иса өзін тұзаққа түсіруге тырысқан зұлым хайуанмен кездесті. Бірақ ол жаратқан иенің даналығына сенім артты. Сөйтіп сынақтан сүрінбей өтті. Кейін Иса достармен бірге мінәжат ету үшін тауға көтерілді. Сонда жаратқан ие оған Иерусалимге барып, өмірін құрбандыққа беруді тапсырды. Сондықтан Иса Иерусалимге өрлеп барды.
тұтқындалатын түні Иса шәкірттерін ертіп бір баққа барды. Сонда ол шәкірттеріне мінәжат етуді тапсырып, сол түні өзінің ұлы сынақтан өтуге тиіс екенін айтты. Сосын Иса көктегі әкесінен оны бұл сынақтан арашалап алуды өтінді. Бірақ соңында менің емес, сенің еркің болсын деп сыйынды. Осы бақта Мәсіх Иса сынақтан сүрінбей өтудің қандай болатынын көрсетті. Ол Құдайдың даналығына толық сенім артып, адамдарға мінсіз сүйіспеншілік көрсетті. Осылайша ол жамандыққа да жақсылықпен жауап берді. Бұл жолда Иса өзінің өмірін құрбан етті. Иә, Иса өзінің халқы Израильдің және бүкіл адамзаттың сынақтан сүрініп жасаған күнәларының құнын өтеу үшін өзінің пәк таза жанын құрбандық ретінде ұсынды. Осылайша Иса біз үшін ең қиын сынақтан өтті. Бұл таңғаларлық. Ал енді өміріміздің бәрі тамаша болады дей алмаймыз ғой. Яғни, шындықты тура айтсам, күн сайын біз де түрлі сынаққа түсеміз. Иә солай, Мәсіх шәкірттерінің әрбір ұрпағының өз сынақтармен бетпе-бет келетіні туралы айтты. Сонда олардың оған түбегейлі жаңа жолдармен сенім артулары қажет болады. Бұл сынақтар қиындық туғызып, сыздап ауыртуы мүмкін. Бірақ мынаны естен шығармауымыз керек. Жаратқан ие ізгі. Ол дайындаған сынақ бізге жақсы мүмкіндік береді. Исаның ертедегі қозғалысының бір жетекшісі Жақып осы жайлы мынадай сөздер жазып қалдырған. Егер біз түрлі сынақтарға ұшырасақ, бұл жайтты ризашылықпен қабылдауымыз керек. Өйткені олар арқылы сыйға ие боламыз. Бұл сый мынадай. Біз жаратқан иенің даналығына мойынсұнып, Мәсіхке көбірек ұқсас бола түсеміз. Ол бізді шексіз сүйіп, біз үшін ұлы сынақтан жеңіспен өткен.